Саламатсыздарбы балалар? Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз ғарышқа саяхат. Ендеше балалар, жұмбақтарды шешейік. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан кәнекей ойланайықшы. Әлемге нұр тарататын не екен? Күн, өте жақсы балалар. Ендеше келесі жұмбақ. Кейде жарты, кейде бүтін дөңгелек, түн болғанда шомылады көлге кеп. Кәнекей. Кейде жарты, кейде бүтін. Өте дұрыс айтасыңдар. Ай. Келесі жұмбақ. Күндіз бәрі қашады, түнде аспанды басады. Яғни күндіз болмайды екен. Ал түнде аспанды басады дейді. Кәнекей не екен? Жұлдыз. Өте жақсы балалар. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз ғарышқа ұшқан жануарлар. Ендеше мәтінді мұқият тыңдаймыз. Жануарлар ғарышқа ұшқан алғашқы тіршілік иелері болды. Ең алғашқы ғарышқа ұшырған жәндіктерге жеміс шіркейлері жатады. Йорик ғарышқа ұшыру кезінде тірі қалған ең алғашқы маймыл. Лайка ғарыш кеңістігінде жеткен ең алғашқы жануар ит. Оны кеңіс одағы әлемнің екінші жасанды серігі Спутник 2-нің бортында ұшырды. Лайка кабинасына телевизиялық камералар және айналадағы температура мен қысымды өлшеу үшін сенсорлар орнатылды. Сенсорлар сонымен қатар Лайканың қан қысымын, тыныс алу жиілігін және жүрек соғысын өлшеп, микрогравитация әсерін зерттеуге арналды. Ендеше балалар, бұл мәтін ғалам энциклопедиясынан алынған, оны аударған Әліпбаева. Бұл жерде бізге түсініксіз микрогравитация деген не сөз екен? Ол ғарыш кеңістігінің әсері деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше балалар, осы мәтінді түсіндік пе? Егер осы мәтінді түсінсек, өзімізге белгілі ғарышқа ұшқан жануарлар қандай? Сол жануарлардың суретін дәптерге салайық.